Атыраудың тумасы Аманжолдың соңғы 8 жыл 5 айы қатаң режимдегі түрмеде өтуде. Әлі өтелмеген мерзім 6 жыл 8 ай. Ол мұсылмандықты шолақ балақ қаба сақал деп ұғынды. Жихад деп ұрандатты. Діннің атын жамылған таныстармен бірге елдігімізге қатер төндірді. Тыныш елді ұйқысынан жарылыспен оятпақ болған үшін Аманжол қылмыстық кодекстің 5 бірдей бабымен айыпталды. Сол кезде енді түсінігім бойынша мұсылмандар дегенде жаңағындай түрмеде отырған, жаңағындай басқа да бір енді бейбіт өмір сүріп жатқан мұсылмандарға қысымшылық жасау, ашу ыза деген болды, жаңағындай әділетсіздік, тәртіп жоқ ешқандай деген сияқты. Соған бір қарсылық, наразылық кіретіндей сондай осындай ашу мен ызамен кетіп қалдым да. Ақида бойынша мен бағытым теріс болды. Аманжол ата-анасынан ерте айырылды. Соңынан ерген бауыры бар. Сәждеге жығылған жылы Аманжолдың мінез құлқы өзгеріп, туыстарымен байланыс үзіпті. Есесіне зайырлылықты тағут деп айыптайтын топпен етене жақын араласады. Бұл 2011 жыл елдің батыс өңірінен маза кеткен уақыт еді. Сол сәтті пайдаланған шибөрілер құзырлы органдардан кек алуды жоспарлайды. Радикалдар, соған бейім адамдар көбіне форма мен дінді шектейді. Діндің бір жатып тұру, таңнан кешке шейін аш қалу, немесе жаңағыдай киім, формалар көбіне алды. Пайғамбардың сөзі бар. Бәл янзуру иля құлубикум. Яғни суреттеріңе, формаларыңа қарамай, сендердің ішкі жан дүниелеріңе қарайды. Жан дүниелерің таза болса, көркем мінез құлық дейді ғой, сол осыдан туындайды. Атырау қаласына Рамадан айында бардым қонаққа. Сентябрьдің осы орталарында басталды осы істің бәрі. Өз-өздеріне қол жұмсап дарылу, ГУ-ға шабуыл жасау, жаңағы Құлсары бойынша жаңағы болған оқиғалар. Сол ауызашарда танысқан жігіттер, сол кездегі болған балалардың бәрі сол жерде құрбан болды. Батыста бірнеше факторлар бар. Бірінші фактор тікелей былай айтатын едім. Батыс Қазақстанға тікелей Халилдің әсері. Екіншіден, біздің батыстық менталитет бар. Қызу қандылық бар. Уәхім түсінігі. Кез келген ақпаратты былай ақылмен қорытпау бар. Үшіншіден, жаңа айтып жатырмыз, сауатсыздығымыз да бар. Аманжол іс-сапарда жүргенде таныстары қылмысқа барды, жарылыс жасады. Қыршыннан өз жандарын өздері қиды. Көп ұзамай Аманжол мен серігінің білегіне кісен салынды. Қазір 33 жастағы азамат Аманбаевтар әулетінің сүйегіне түскен таңбамын деп күйініп отыр. Бірінші ата-анасынан бездірді оны, туған туысқанынан бездірді, дәстүрінен бездірді, тілінен бездірді, жерінен безген екен. Ол адам ол ағашты жаңағы несінен кесіп алған екен, діңгегінен кімнің болсын қол шоқпары болады ғой. Сондықтан біз негізі бақытты еліміз ғой, осыны түсінбей жатыр ғой. Бірінші дініміз, екінші дәстүріміз, үшінші тіліміз, төртінші тарихымыз, бесінші жеріміз ғой. Осыған махаббат қойған адам болса, ол нағыз мұсылман болады да, дін мен дәстүрді берік ұстаған. Ол адам ешкімнің жетегіне кетпейді. Осының бір жеріне кемшілік болса, ол не қылады, ол кете береді. Псевдосалафизм бізге келген исламды бұрмалауда. Дін деген бейбіт жолмен тарады ғой. Қазір деген жаңағындай зорлық, зомбылық деген көбейіп кетті. Ол негізі қайшы нәрселерді. Бұл бағдарлама енді жететін болса, әлбетте, ешкім өтінем ондай іске барғандарына. Бұл жерде енді отыратын жер емес, сөзін шығыңа ашу керек. Бүкіл өмірің бәрі зая кетеді. Ол дінді желеу етіп, қылмысқа барған лаңкестерді тоқтатпады. Керісінше демеп қолдаған сол зұлымдық оның қатаң режимдегі қапасқа қамалуына сеп болды. Аманжолға адасқанын түсініп, түзу жолға түсу үшін 15 жыл жаза кесілді. Бұл уақытта ол не оңалады, не өзін жоғалтады, таңдау өзінде.